Әрбір бала бір жұлдыз жарқырауға көмектес дейді байырғы бабамыз Жүсіп Баласағұн. Баланың бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті, дарындылықты тани білу, оның әрі қарай дамуына бағыт-бағдар беру әр ұстаздың, әрбір білім жолында қызмет еткен жандар үшін маңызды міндет болып есептеледі. Осы мақсатта мектеп-лицейіміздегі мен жетекшілік ететін сынып жетекшілер секциясы жұмыстары аясында түрлі жаңашыл жобалар жасап, оны іс тәжірибеге ендіру жүзеге асырылуда. Осындай жобалардың бірі кино өнері арқылы оқушылардың рухани құндылықтарын дамыту мақсатында ұйымдастырылған Cinema Day жобасы. Жобада түрлі қазақи мультфильмдерді, танымдық ақпараттық фильмдерді ұсына отырып, баланы жағымды ойлауға, жауапкершілікке, ынтымақтастыққа баулып, кино өнері арқылы рухани адамгершілік құндылықтарын дамытып, салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеуге болады. Сондай-ақ, мектеп театр жобасы арқылы шағын қойылымдар қоюға үйрете отырып, бір жағынан театр әлеміне ендірсек, екінші жағынан кейіпкерлердің мінез-құлықтарына баға беруге, сыни ойландыруға тәрбиелеп келеміз. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында буктрейлер, буккроссинг, ридик жобалары оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылықтарын туғызды. Оқыған көркем туынды арқылы оқушы бойында рухани құндылық қалыптасады, сана сезімі жетіліп, білімге ұмтылып, еңбексүйгіштік дағдыларын бойына сіңіреді. Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады. Ал үлкен ағаш болып өскенде оны түзете алмайсың деп ата-бабамыз текке айтпаған. Бүгінгі таңда баланың бойына адами құнды қасиеттерді сіңіріп, ұлттық тәрбиені қалыптастыру мақсатында асық терапиясы, этноауылға саяхат, домбыра дастан жобалары ұлттық құндылықтарымызды балалар бойына сіңіруге қосар үлесі мол болары сөзсіз. Оқушыларды ғылымға бағыттау мақсатында Қорқыт университеті оқытушыларымен бірлесіп гидропоника жобасы, агробиологиялық алаң кешені жұмыс жүргізуде. Бұл үйірмелер оқушы бойындағы интеллектуалдық қабілеттерінің дамуына, жаңа ғылыми-техникалық шығармашылық үдерісіне қатысуға мүмкіндік береді. Қоғамға қызмет ету жобасы аясында мектептегі кіші қызметкерлерге, қарт кісілердің үйлеріне барып көмек көрсету жұмыстары оқушы бойында еңбексүйгіштік, өзіне өзі қызмет ету қабілеттерін дамытты. Болашақтың тізгіні, ел ертеңі демекші, ел сенімін ақтайтын жаңашыл, өзіңде, өзгені де бағалай білетін көшбасшы, патриот тұлға тәрбиелеу ұстаздардың міндеті.